Ассалаумағалейкум. Бүгін біздің қарастыратын есебіміз теңсіздікті шешу. Яғни мынадай теңсіздік берілген 5 нұсқа арқылы қалай дұрыс жауапты табамыз. Мына нұсқаларға біріншіден көңіл аудару керек. Сіз бір сан, өзіңіз кез келген бір сан таңдап аласыз. Мысалы мен 0 деген сан таңдап алдым, 0 деген санды алайын да, мына теңсіздіктің орнына қояйын. Мына x-тердің орнына 0 деген санды қояйын. Мысалға 0-ге 13 қосам, плюс сан, плюсті плюске көбейтемін, плюс оны минуске көбейтемін, минус сан шықты. Енді мына жағында тұрған сан минус сан, мына жағында 0 тұр. Минус сан үлкен бе, 0 үлкен бе? Әрине 0 үлкен. Яғни мен 0 деген санды қойған кезде теңсіздігім дұрыс болмай тұр. Яғни жауаптардың ішінде қайсысында 0 деген сан бар, сол жауапты сызықтаймыз. Мысалы, мына аралықта 0 деген сан бар ғой, дұрыс па? Минус 13 пен 7-нің арасында 0 деген сан бар. Яғни мына жауаптың А варианты келмейді, алмаймыз жауапқа. Минус 13 пен 15-ның арасында 0 деген сан бар. Оны да жауапқа алмаймыз. Себебі 0 деген сан алған кезде көріп тұрсыздар ғой, теңсіздіктің жауабы дұрыс болмай тұр. Енді сіздер міне осындай бір сан таңдап алуларыңыз керек қой. Яғни мейлінше бір сан қойған кезде көп вариант сызатындай қылып. Көріп ғой, бір сан қойып бір вариант сызғаннан гөрі бір сан қойып 3-4 вариант сызып тастағаннан ыңғайлырақ болады. Енді қарап отырсаңыздар, қалған 3 жауапты қарайық. Либо мынау болады, либо мынау болады, немесе екеуінің біріккен жауабы болады ғой. Енді ары қарай, мысалға мен 15 пен плюс x-тің арасында бір кез келген бір санды алып қоя салайын. 15-тен плюс x-ке шейін 100 деген санды алайын, мысалы, 100 деген сан бар оның арасында. Енді x-тің орнына 100 қояйын, 100-ге 13 қосам, оң сан шығады, плюс сан. 3 үшеуі плюс сандар бір-біріне көбейткен кезде, бәрібір сол плюс сан шығады, ал плюс сан ол 0-ден әр уақытта үлкен. Яғни мынаны қойған кезде орындалып тұр. Так, енді мынаны көрейік, минус x-ке минус 13-тің арасында бір сан алайық кез келген. Тағы да минус 100 алайын керісінше, қарама қарсы. Үшеуін бір-біріне көбейткен кезде минус пен минус плюс болады, мынаны көбейткен тағы плюс. Барлығы плюс болып кетті, ол 0-ден үлкен. Тағы да орындалып тұр. Ол не деген сөз? С жауабы да Д жауабы да орындалып тұрса, С мен жауабы Д жауабын біріккен жауап мына жер болып тұр, міне. Яғни бізде дұрыс жауап мынау болады екен, Е варианты.